Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін үшбұрыштар теңдігінің бірінші және екінші белгілеріне есептер шығарамыз. Бірінші тапсырма. DAC және ACB бұрыштары өзара тең. Сонымен қатар BAC және ACD бұрыштары өзара тең. ADC бұрышының шамасы 150 градус. ABC бұрышына сыбайлас бірінші бұрышты табыңыздар. Сонымен бізге ABC және ADC үшбұрыштары берілген. Бұл екі үшбұрыштың AC қабырғасы ортақ екенін көріп отырмыз. Енді ABC үшбұрышында осы AC қабырғасына іргелес жатқан бұрыштар ол А бұрышы және С бұрышы. Сол сияқты ACD үшбұрышында да осы AC қабырғасына іргелес жатқан бұрыштар А бұрышы мен С бұрышы. Біз BAC бұрышы мен ACD бұрышының тең екенін білеміз және BCA бұрышы мен CAD бұрышының тең екенін білеміз. Олай болса, осы жерде үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі орындалып тұр. Яғни бір үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасы мен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар өзара тең. Ендеше үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша бұл үшбұрыштар тең болады. Ал егер екі үшбұрыш тең болса, онда олардың барлық сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштары тең болады. Ендеше ABC үшбұрышының AB қабырғасына ACD үшбұрышының CD қабырғасы тең. Және ABC үшбұрышының BC қабырғасына ACD үшбұрышының AD қабырғасы тең. Сонымен қатар ABC бұрышына ADC бұрышы тең. Ал ADC бұрышының 150 градус екендігін біз білеміз. Олай болса, мынау B бұрышы да 150 градусқа тең деген сөз. Ал бізде отырған бірінші бұрыш пен B бұрышы бұл сыбайлас бұрыштар. Ал сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Осыдан бірінші бұрыш бұл 180 градустан ABC бұрышын алып тастағанға тең болады екен. Ендеше бірінші бұрыш 180 градус азайтылған 150 градус тең болады 30 градусқа. Сонымен есептің жауабы 30 градус болады. Екінші тапсырма. ABC және A1, B1, C1 үшбұрыштарында AB тең A1, B1-ге, AC тең A1, C1-ге және A бұрышы мен A1 бұрыштары тең. AP және A1, B1 қабырғаларынан AP тең болады A1, P1 болатындай P және P1 нүктелері алынған. BPC және B1, P1, C1 үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдеңіздер. Есептің сызбасын салайық. ABC және A1, B1, C1 үшбұрыштары беріліп тұр. AB қабырғасынан P нүктесін белгілейміз. Енді A1, B1, C1 үшбұрышының A1, B1 қабырғасынан AP тең болады A1, P1 болатындай етіп, P1 нүктесін белгілейміз. P нүктесі мен S нүктесін қосайық кесіндімен және P1 нүктесі мен S1 нүктесін қосамыз. Сонда шыққан BPC үшбұрышы мен B1, P1, C1 үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдеуіміз керек. Сонымен ABC және A1
B1, C1 үшбұрыштарында AB қабырғасы A1, B1-ге тең, AC A1, C1-ге тең. Және осы AB, AC қабырғаларының арасындағы бұрыш, A бұрышы, A1, B1, A1, C1 қабырғаларының арасындағы A1 бұрышына тең. Ендеше, үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша ABC үшбұрышы A1, B1, C1 үшбұрышына тең болып шықты. Үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісін қайталап жіберейікші. Егер бір үшбұрыштың екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы екінші үшбұрыштың сәйкес екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Сонымен ABC үшбұрышы A1, B1, C1 үшбұрышына тең болып шықты. Ал егерде үшбұрыштар тең болатын болса, онда олардың барлық сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштары тең болады. Яғни BC қабырғасы B1, C1 қабырғасына тең. Және ABC бұрышы A1, B1, C1 бұрышына тең. Сонымен қатар BAC бұрышы B1, A1, C1 бұрышына тең. Енді PBC және P1, B1, C1 үшбұрыштарын қарастырайық. Бұл үшбұрыштарда бізге нелер белгілі? Біріншіден, AB қабырғасы A1, B1 қабырғасына тең болғандықтан, және есеп шарты бойынша AP кесіндісі A1, P1 кесіндісіне тең болғандықтан, PB кесіндісі P1, B1 кесіндісіне тең болу керек. Сонымен бірге, біз есептің алдыңғы бөлімінде дәлелдегендей, BC қабырғасы B1, C1 қабырғасына тең. Және B бұрышы B1 бұрышына тең. Яғни бұл жерде үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі орындалып тұр. Олай болса, PBC үшбұрышы P1, B1, C1 үшбұрышына тең екен. Міне есептің бізден сұрап отырғаны осы. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігінің бірінші және екінші белгілеріне есептер шығардық. Енді үйден өздеріңіз мынау тапсырманы орындап, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.